Достар, бүгін бізде адал ас және арлы ұрпақ жайында әңгіме өрбитін болады. Яғни біздің каналымыз әртүрлі тағамдардың пайдасы мен зияны, сосын әртүрлі рецепттер туралы, соған байланысты, тағамға байланысты ішіп жүрген асымыз туралы шағын ғана әңгіме айтқым келіп отыр. Ендеше кеттік. Сұрақ: арам ас ішіп жеу рухани өмірге қаншалықты кері әсерін тигізеді? Арлы ұрпақтың өсіп жетілуінде адал астың маңызы қандай? Жауап: Аллах тағала жердің асты мен үстінде сансыз нығметтерді жаратып, адам баласының игілігіне тарту еткен. Адамзат хақ тағала тарту еткен нығметтерді игілігіне жарату барысында бұлардың мүбах болуына мән беру қажет. Яғни мүбах деген ол адал. Аллах тыйым салмаған нығмет халал болып табылады. Аллах жер бетіндегі барлық нәрсені сендер үшін жаратты. Көк пен жердегінің барлығын нығмет ретінде сендердің игіліктеріңе беруші. Сол деп келетін аяттарда жер мен көктегі барлық нығметтің адамдар үшін жаратылғандығы баяндалған. Басқалай айтқанда, кез келген нәрсені ішіп жеу немесе қолдану аят пен хадисте тыйым салынбасы халал. Хақ тағала кейбір нәрселерді қолдануға тыйым салып, шектеу жасаған. Жоғарыда айтылған барлық нығметтер адамдар үшін жаратылған деген жалпы үкімге бірқатар шектеулер қойған. Аят пен хадистерде нақты үкім айтылып, тыйым салынған нәрселер харам болып табылады. Ненің харам емес екенін тек шариғаттың иесі Аллах тағала белгілейді. Сондықтан адам баласы харам атаулыға Аллахтың әмірі болғандықтан жақындамауы тиіс. Онымен қоса кез келген харамның адам үшін көптеген зияны мен залалы бар екені шындық. Оның харам етілуінің астарында бірқатар хикметтер бар екеніне рас. Харамға бойлау адамға материалдық әрі рухани тұрғыдан зиянын тигізеді. Мәселен, бір жұтым немесе бір шайнам харам ас адамның өмірінде адасуына сеп болуы мүмкін. Тіпті бала шағасының баянды болашағына кері әсерін тигізуі де ықтимал. Халал мен харам Аллах тағаланың әмірлерімен белгіленеді. Ешбір адам өз білгенімен халалды харам, харамды халал ете алмайды. Осындай қателікке бой алдырған жандарға қатысты ұлы құдірет иесі өз тілдерінің жалғаны мен қателіктерін Аллах тағалаға таңып, мынау халал, мынау харам деп айтпаңдар. Аллахқа өтірік жала жапқан боласыңдар. Шындығында Аллахтың атынан өтірік айтатындар құтылмайды деп қатал ескерту жасаған. Ризық несібе беруші Раззақ Кәрім. Аллахтың сендерге берген халал, таза несібесінен жеңдер, ей адамдар. Жер бетіндегі халал әрі таза нәрселерден жеңдер деп келетін аяттарда Аллахтың нығметтерін пайдалану жайы баяндалады. Сонымен қатар халал әрі таза ризық несібемен күнелтудің қажеттігі айтылған. Адам Құдай бұйыртқан ризық несібені сенімді түрде пайдаланып, ішіп жеуіне болады. Алайда бұл қолына түскеннің барлығын пайдалануына болады деген сөз емес. Оны қандай жолмен тапқаны өте маңызды. Адам ішіп жейтін нәрселерінің діни тұрғыдан халал, таза болуына және тапқан табысына кісі болмауына баса мән беру керек. Адал маңдай термен табыс, пайда табу өте маңызды. Халал материалдық әрі рухани тұрғыдан таза нығметтерді рұқсат етілген шеңберден шықпай, өз орнымен, өз жөнімен пайдаланған жөн. Аллах тағала еңбек етіп істелген қолды жақсы көреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам құлшылық 10 бүліктен, ол 10 бүліктің 9-ы халал, ризық несібе табудан тұрады деп харам халалға өте мұқият болудың маңыздылығына назар аудартады. Басқа да көптеген хадистерінде сүйікті пайғамбарымыз табыс табу үшін адал маңдай термен еңбектенуді жақтап,
үмбетін адал табыс табуға ынталандырады. Пайғамбарымыз даналыққа тұнған хадистерінің бірінде кейбір күнәларға намаз да, ораза да, қажылық та, кәфарат өтем бола алмайды. Ондай күнәлар тек ақ адал маңдай термен табыс табу үшін еңбектенгенде ғана кешіріліп тазарынуы мүмкін деген еді. Енді бірде пайғамбарымыз еңбек етуден қолдары күстенген, шаршап шалдығып ұйқыға кететін адам кешірімге өленіп күнәларынан арылады деп еңбекқорларды сүйіншілейді. Ешбір пенде ақ адал маңдай терімен тапқан табыстан артық ризық несібеге кенелуі мүмкін емес. Аллах елшісі Дауд пайғамбар алейхиссалам да өзі еңбектеніп тапқан табыспен күлінтетін деп бұл адамның өз еңбегімен табыс тауып отбасының күнкөрісін қамтамасыз ететіндерге ілтипат жасайды. Өзінің сахабаларын да еңбек етіп адал жолмен табыс табуға, күн көрісін адал жолмен қамтамасыз етуге үндеп отыратын. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Сағат ибн Уазбен қол алысып амандасып тұрып, қолдарының күстеніп кеткенін байқайды. Себебін сұрағанда ардақты сахаба отбасын адал еңбегімен асырау үшін еңбектеніп жүргенін айтады. Бұл жауапқа Расулаллах саллаллаху алейхи уассалам, міне Аллах тағала осындай қолды жақсы көреді деп досының күстенген қолына ілтипат көрсетеді. Сүйікті пайғамбарымыз үмбетіне 5 күндік фәни өмірдің қалай болғанда да көзді ашып жұмғанша зулап өте шығатын насихаттады. Осы тұрғыдан оның сөзі мен ісі бүкіл ғұмыры нағыз үлгі-өнеге. Жүрегінде иманы бар адам істеген ісінің қиындығына немесе жеңілдігіне, беделдігіне емес, ең алдымен тапқан табысының адалдығына баса мән береді. Мүмін қандай қиындық немесе кедергі болмасын, адал жолмен табыс табуға міндетті. Тауға барып тас уатса да табысы адал болуы тиіс. Қажет болса қолына күрегін алып жұмыссыздар тұратын мекенге барып жұмыс беретін бір кісі шықса, соның бақшасын, топырағын тазалап, жолын жөндеп беріп, өз еңбегімен адал табыс табуға күш салу керек. Қандай адам болмасын, хақ тағала рұқсат еткен шеңберде адал жолмен күн көрісін қамтамасыз ету өте маңызды. Өз еңбегімен адал табыс тауып, осыдан күн көріс қамтамасыз етіп жүрген адам не жұмыс істесе де бұдан намыстанып ұялмау қажет. Бәз біреулер кейбір жұмыстарды менсінбей, мұрнын шүйіріп қараса да, Аллахтың алдында адал жолмен тапқан табыстан артық абыройлы іс жоқ. Жүректің жауы арамас. Харам, халал мәселесінде қара қылды қақ жаратындай асқан мұқияттылық танытқан Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бір хадисінде халал мен харам белгілі, алайда осы екеуінің арасында кейбір күдікті нәрселер бар. Адамдардың көпшілігі осының ара-жігін айыра алмайды. Осы күдікті нәрселерден бойын аулақ ұстаған жан дінін, ар-намысын сақтап қалады. Күдікті нәрселерге жақын болған адам қорық жағасында мал жайған шопанға ұқсайды. Оның бағып жүрген қойлары кез келген сәтте қорыққа түсіп кетуі мүмкін. Дәл осы секілді күдікті нәрселерге жақын жүрген жан да кез келген сәтте харамға бойлауы әбден мүмкін. Жақсылап біліп қойыңдар, әрбір әміршінің бір қорығы болады, ал Аллахтың қорығы харамдар. Ағзада бір кесек ет бар, егер ол сау болса, ағзада сау болады, бұзылса ағзада бүлінеді, ол жүрек деген екен. Ардақты пайғамбарымыздың талай хикметті бірден қамтыған осы бір мағынасы терең сөзінен бір қатар түйін жасауға болады. Біріншіден, жүректен қан тамырлар арқылы дене мүшелерімізге айдалатын қан адал, таза, астан қуат алатын болса, жүрек сау болып жақсы жұмыс істейді. Әрі осындай сау жүректен бүкіл дене мүшелерімізге айдалатын қан арқылы ағзамыздың да аман сау болуын қамтамасыз етеміз. Керісінше, жүректен дене мүшелерімізге нәжіс қан айдалатын болса, жүректің қызметі бұзылып сырқаттанады. Жүрек сырқат болса, одан тұла бойымызға айдалатын қан арқылы басқа да ағзаларымыз сырқаттанады. Бұл мәселенің бір қыры. Енді екінші қырына тоқталсақ, осыған қатысты хақ достарының бірі кей жағдайларда харамастан жүректің бұзылып
жүректің сондай қайта бұрынғы қалпына келе алмайды. Күні атаулы жүректі қарайтып қатайтады. Әсіресе түнгі ғибадатқа селкеу түсіреді. Түн қараңғылығының түндігін түріп ашып, қара түнді жарыққа шуаққа бөлейтін тағажүт намазынан адамды суытатын ең үлкен кедергі қарамас. Жүректі нұрландыруда, шырай келтіруде ешбір нәрсе адал ас секілді әсерлі, ықпалды бола алмайды. Адал ас жүректе ізгіліктің жалынын жағып, адамды ғибадатқа жігерлендіреді. Жүректерінде мурақаба орнатқандар, яғни Аллахтың бақылауына екенін әрдайым қаперінде ұстап, нәпсісін әрқашан бақылауда ұстайтындар, харам яки адал астың рухани кемелдік тұрғысынан қаншалықты маңызды екенін өз тәжірибелерінен жақсы біледі деген екен. Ғалымдар харам аспен қоса бірқатар харам нәрселердің рухани өмірге төндіретін қауіп-қатеріне қатысты Аллах адам болмысында қаншама рухани қабілеттер мен латифаларды орнатқан. Бұлардың кейбірі күллі дүниені жатса да тоймайды. Ал енді біреу бір тері тозаңның өзін бойына сыйдыра алмайтындай нәзік келеді. Адамның басы едәуір салмақты көтере алғанымен, оның көзі бір тал қылға да нәзік келеді. Дәл осы секілді адамдағы кейбір латифалар оңаша бір ауыртпалыққа төтеп бере алмайды. Ғабылдық пен адасушылықтан туындаған бір сәттік босаңдықтың өзіне шыдас бере алмай өшеді немесе өледі. Ендеше өте сақ бол, әрбір қадамыңды абайлап бас. Бір жапырақ астың, бір жұтым судың, бір сәттік назардың, бір ауыз сөздің, бір мезеттік хәлдің кесірінен құрдымға кетпе. Күллі дүниені бағындырар латифаларыңды осылардың кесірінен өлтірме деп ескерту жасаған екен. Харам нәрселердің адамды талай игіліктен мақұрым қалдыратынына қатысты ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан бір ғайып хабарының тағылымдық мәні өте үлкен. Баршаға мәлім, қажылыққа барғандар ләббайк аллахумма ләббайк сөздерімен сай-саланы жаңғыртып жатады. Бұл қажылықта ихрамда болған кезде айтылатын мүміндердің қасиетті сөзі. Бұл сөздер жалпы алғанда әміріңе құлдық, уа Раббым, әміріңе құлдық ұрып, құзырыңа келдік, уа Раббым, уа серігі, ұқсасы жоқ Раббымыз, саған ғана мадақ айтып сені ұлықтаймыз, құлшылық саған ғана жасалады. Күллі жаратылыстың иесі өзіңсің, сен жалғызсың, теңдессің, ұқсасың жоқ, әміріңе құлдық, уа Раббым дегенге саяды. Қажылықтағы адамдардың ағынан ақтарылып шынайы жүрекпен айтатын осынау қасиетті сөздері сай-саланы тебірентіп толқытатыны шындық. Рахман әрі Рахим Аллах Тағала өзінің қасиетті мекеніне қонақ болған шынайы құлдарын ұлы құдіретіне лайықты түрде разылық танытып иләхи сипаттарымен қарсы алады. Қайшылардың арасында үстіне харам ақша мен киім киген, бойында харам астың қалдығы бар адамда ләббайк аллахумма ләббайк деп дауыстайды. Хадисте хараммен қоректеніп тұла бойын харам жайлаған осындай адамға лә ләббайк уә лә сағдайк деп жауап берілетіні айтылады. Бұл сөздің мағынасы ләббайк дегенің де, сағдайк дегенің де өзіңмен кетсін, қош келмедің, құзырымызға келіктен келмедің дегенге саяды. Мүмін киімінің жіптерінің де харам немесе күдікті заттардан болмауына өте мұқият болу қажет. Білмей істегендерінің кесірінен әрқашан қақталаға сыйынғаны жөн. Харамға бойлаудан қатты қорқып, етек-жеңін жиып жүруі тиіс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам харамнан сақтаныңдар, асқазанына харам ас түскен адамның дұғасы 40 күнге дейін қабыл болмайды деген еді. Басқа бір хадисінде Аллах Тағала асқан пәк, ол халал, таза болғандардан басқа ешбірін қабыл етпейді деп, бұл мәселе іштағатты болуды насихаттайды. Бір күні Сағат ибн Әбу Уақас, о Аллах елшісі, менің әрбір дұғамның қабыл болуы үшін маған дұға етіңіз деп өтінгенде, адамзаттың асыл тажы саллаллаху алейхи уассалам дұғаларының қабыл болғанын қаласаңдар адал аспен қоректеніңдер. Кейбіреулер харам жейді, харам киеді,
Сонан соң көкке қолын жайып дұға етеді. Мұндай кісінің дұғасы қалай қабыл болсын деген екен. Тағы бірде Аллах елшісі осы сөзін дұғаларың қабыл болсын десеңдер, халал әрі таза аспен қоректеніңдер деп қайталайды. Сахабалардың харам халал мәселесіндегі ыждағаттылығы. Кішкене тамам ауырттыр, кешіресіздер. Адамзаттың шамшырағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хараммен қоректенген адамның ағзасындағы харамның тозақ отымен ғана тазарынатынын айтып үмбет ескерту жасаған. Осы ескертуді қаперге алған сахабалар мен кейінгі Аллах достары харамның маңайына да жуымай асқан мұқияттылықпен ғұмыр кешкен. Хазірет Әбу Бәкірдің радиаллаху басынан мынадай бір оқиға өткен деседі. Сыдық Әкбар атанған пайғамбардың айнымас адал досы Хазірет Әбу Бәкір өзіне тамақ келген қызметшісінен әрдайым асты қайдан, қалай тапқанын сұрайтын көрінеді. Бірде Хазірет Әбу Бәкір радиаллаху қызметшісі әкелген сүт пен етті әдеттегенше тексеріп жатпай бірден ауыз салады. Шамасы қатты ашығып тезірек ифтар жасауға асықса керек. Алдындағы астың біразын жегеннен кейін бірден іркіліп қалады. Күмәнді оймен қызметшісіне қарап, бұл тамақ қайдан келді, қандай ақша алдың деп сұрайды. Қызметшісі Хазірет Әбу Бәкірдің алдында өзін құл немесе қызметші секілді емес, өте еркін ұстайтын. Әбу Бәкірдің күмәнді назарына еш тосылмастан, жахилия кезінде пал ашушы едім, сәуегейлік айтып, палшылықпен күнелтетінмін. Сол кездері пал ашып бергенім үшін бір кісі қарыз болып қалғанды, кеше қарызымды қайтарды, тамақты сол ақшаға сатып алдым деп жауап береді. Мұны естіген Хазірет Әбу Бәкірдің өңі қуар боп-боз болып кетеді. Іле-шала саусағын тамағына бойлатып, өзін зорлап тұрып ішіп-жеген барлығын ақтарып тастайды. Сөйтіп ауыр өкінішпен, Раббым қаныма сіңіп кеткендердің кесірін тигізе көрме деп тәубе еткен деседі. Хазірет Әбу Бәкірдің өзін мұншама қинағанына таңырқаған әлгі қызметші, «О Аллахтың пайғамбарының халифасы, өзіңді неге мұнша қинайсың? Бұлай әбігерге түсудің қажеті қанша?» деп сұрағанда, Әбу Бәкір радиаллаху Аллах елшісінен өз құлағыммен естігенмін. Ол саллаллаху алейхи уассалам ағзасында бір түйір харам ас кеткен адамның тек жаһаннаммен ғана тазаратынын айтқан деп жауап